Құрметті партнерлар, міне Instagram парақшаны реттеу үшін, яғни профильдеріңізді реклама жасап, жақсылап сәндеп, әсемдеп қою үшін сіздерге видео түсіріп жатырмын. Негізінде міндетті түрде Instagram парақшаларыңызды реттеңіздер, әсемдеңіздер. Себебі рекламаға байланысты адамдардың қызығушылығы да оянады. Мысалы, көбірек түрлі рекламаларды салып отырып, статус міндетті түрде қойыңыздар. Обязательно статус қою керек. Осындай жұмысқа шақырамын деген сияқты әр фотоның астында міндетті түрде статус болу керек. Міне осылай. Енді мына жерге өздеріңіздің реферальный ссылкаларыңызды қойып қоятын болсаңыздар, сіздерде уже кейбір адамдар өзі тіркелетін болады. Сол өздері тіркелетін адам сол ссылкаменен тіркеле береді. Ал егер WhatsApp ссылкаңызды қойып қоятын болсаңыз, сізде осы ссылканы басу арқылы WhatsApp-қа сразу шығады сізге. Мен негізі WhatsApp ссылкамды қойып қойғам. Біраз уақыт менде реферальный ссылкамда тұрды. Алайда қазір адамдар жаңағыдай телефонды сохранить етіп, барып WhatsApp-қа шығуға ерінет негізінде. Сондықтан көбінше WhatsApp ссылка тұрса, меніңше ыңғайлы деп ойлаймын. Себебі сразу басады да өзіңізге прямой шығатын болады. Ол үшін енді редактировать профильді басамыз біз. Міне, имя деген жерде, мына жерде мысалы, имя деп қойған жерде мен өзімнің атымды жазып қойдым және номерімді жазып қойдым. Сосын мына жерге де өзімнің парақшамның аты тұр, BOC6596 деп. Мына сайт деген жерде, осы жерге реферальный ссылкаңызды скопировать етіп әкеп осы жерге қойсаңыз болады. Немесе осылай өз номеріңіздің WhatsApp ссылкасын әкеліп, копировать етіп әкеліп қойып қойсаңыз болады. Сонда автоматты түрде олар сізге шығатын болады. А себе деген жерге сіздер өздеріңізге ыңғайлы. Мысалы, осындай компания, маркетинг оңай, әркім әртүрлі өзінің ыңғайына қарай жазады бұл жерде. Мысалы, мен жай ғана BOC компаниясына шақырамын, тіркелу тегін басты мақсатты ғана жазып қоя салдымдағына. Солай не қылдым. Енді әркім өзі жазсын, бірақ міндетті түрде тіркелу тегін деп жазып қойыңыздар. Себебі кейбіреулер ойлайды, тіркелген кезде ақша шығарып, зат алып, сосын тіркелеміз деген сияқты сондай ой келіп қалады кейбіреулерге. Осылай жазып қоясыздар, мына птичканы жоғарыдан бассаңыздар, өзі сол жерге сақталады. Міне, жалпы менде осылай Инстаграмды әсемдедім. Енді фото обязательно өзіңіздің фотоңыз. WhatsApp-та болса да, Instagram-да болса да, міндетті түрде өз фотоларыңыз тұрғаны дұрыс. Себебі сіздерді олар адамдар, хабарласқан адам қандай адаммен связдасып, қандай адам екенін түріңізді көргені дұрыс. Солын көргені дұрыс. Бәрін қойып алдыңыз, осы жақты толтырып алдыңыз. Енді жоғарыдағы мына птичканы көріп тұрсыз, мына редактировать профильдің турасында, жанында птичка тұр. Соны басасыз, жаңағы бүкіл заттарыңыз осылай сохранить етіледі. Көрдіңіздер ма? Осылай сақтап қойып, әсемдеп, сәндеп өз парақшаларыңызды. Рекламаны көбейтіңіздер. Подписчик міндетті түрде қосыңыздар. Подписчик міне осы жақта. Сіздерге жазылып жатқан адамдар. Подписка міне мына жақта. Промофлоуды қосып қойған, мен промофлоу арқылы жұмыс жасап жатырмын. Кеше ғана отпискамды бітіріп, бүгін қайтып подписканы қосқан болатынмын. Міне қараңыздар. Міндетті түрде подписчикпен жинаумен қосып, рекламаны қоса салып отыру керек. Сонда ғана результат шығады. Одан қоса дайректке SMS жіберу. Дайректке SMS жіберу арқылы. Міне, көрдіңіздер ма? Осылай мен промофлоуым өзі жіберіп отырады SMS-ті. Мына ссылканы басады да, прямой өзіме қарай шыға салады керек адам. Міне, осылай да дайректке SMS. Сосын мынандай әншілер, көп комментариялар тастайтын әншілердің жаңағы нелеріне бір шаблонды скопировать етіп алыңызда, осыларға да тастап шықсаңыздар болады. Елдердің бәрі тастайды ғой негізінде. Солар сияқты аса көп тастап жібермеңіздер, аса көп подписчик жинап жібермеңіздер, егер живой жинап жатсаңыз. Себебі Instagram парақшаңыз блокқа түсіп қалуы мүмкін. Өзі арнайы лимиттері бар, сол лимит бойынша жұмыс жасаған дұрыс. Міне осылай, достар, үйреніп алғандарыңыз дұрыс шығар деп, кейбір қыздарымыз кішкене Инстаграмды толтыру жағынан қиналғандықтан осы видеоны түсірдім. Рахмет сіздерге.